2011 жылы Алматыда Орта Азиядағы екінші метро ашылды. Күні кеше, яғни 30 мамыр күні метроға тағы 2 бекет қосылды. Бүгін сол туралы айтамыз. Алдымен Сарыарқа бекетіне келдік. Мәскеуден кейінгі бекет Абай даңғылы бойында Алтынсарин даңғылы мен Сайын көшелерінің ортасында Отбасы парк маңында орналасқан. Бекетте 2 жедел саты, 8 эскалатор орнатылған, ал қабырғалары мәрмәр тастардан құрастырылып, гранитпен өрнектелген. Қос бекетке 4 вагонды 15 электр пойыз қосылды. Олар желі бойында 7-10 минут сайын жүреді. Осы аралықта кәдеңізге жарар ақпаратты бөлісейік. Интерьер жасау кезіндегі негізгі идея Сарыарқаның кең даласының әсемдігін көрсету. Мысалы, мына қабырғада салынған суретте жазық даланың үстінен шығып келе жатқан күн, оның бергі жағында Қазақстан астанасы бейнесі маңында шауып келе жатқан жүйрік аттар бейнеленген. Мәліметтерге сенсек, жаңа бекеттер іске қосылғаннан кейін жолаушылар саны 45 мыңнан 85 мыңға дейін өскен, ал метро желісінің жалпы ұзындығы 3,1 шақырымға ұзарды. Бауыржан Момышұлы Station, the final station. Құрметті жолаушылар. Біз қазір метроның соңғы бекеті Бауыржан Момышұлы бекетіне келдік. Бауыржан Момышұлы бекеті заманауи үлгіде жасалған. Бір қарағанда айтарлықта ерекшелік жоқ сияқты көрінеді. Бірақ мұнда Бауыржан Момышұлының суреті және нақыл сөзі жазылған. Қабырғалар мен тіреуіштерді безендіру үшін ашық реңкті маржан сұр түсті ағаш тектес керамикалық панельдер, ал еденді қаптауға ашық сұр түсті табиғи гранит пайдаланылған. Достар, осымен Сарыарқа және Бауыржан Момышұлы бекеттеріне арналған экскурсия аяқталды. Егер кептелістен шаршасаңыз, метроға мініңіз, есесіне діттеген жеріңізге жылдам жетесіз.